Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік, ауызда еритін меренгі рулетін жасайтын боламыз. Рулетімізді дайындау үшін ең алдымен жұмыртқаны ағын сарысынан бөліп алатын боламыз. Меренгі жақсы болып шығу үшін жұмыртқаның ағы мен сарысы мүлдем араласпау керек, және араластыратын ыдысымыз таза, құрғақ болуы қажет. Осылай ағын бөліп алғаннан кейін үстіне шым-шым тұз сеуіп, көпіргенше миксерлейтін боламыз. Аппақ көпіршіктеніп, кішкене көлемі ұлғайғаннан кейін құмшекерді аз-аздан қосатын боламыз. Мінекей осындай формасын сақтай алмайтын аппақ көпіршік болады бізде. Осыған жайлап құмшекерімізді қоса бастаймыз. Үнемі араластырып тұрамыз. Одан кейін үстіне жүгері крахмалын салып, тағы да бір миксерлеп жібереміз. Мінекей бізде осындай меренгі дайын болады, яғни формасын өте жақсы ұстайды, ыдыстан да сырғанап түсіп кетпейді. Осы дайын болған меренгімізді противень үстіне пергамент қағазын төсеп, жайып шығамыз. Бұл жерде маңыздысы пергамент қағазы өте сапалы болуы керек, меренгіміз жабысып қалмауы тиіс. Одан кейін қызып тұрған 150 градус пеште 40-45 минуттай кептіріп аламыз. Енді ортасына жағатын кремін дайындаймыз. Ол үшін 33%-дан жоғары кез келген кілегейді алып, оған қант ұнтағын қосып, қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Мінекей осымен креміміз дайын болды. Меренгімізді противеньде суытып, одан кейін үстіне мата немесе осындай пергамент қағазын төсеп аударатын боламыз. Енді астындағы пергамент қағазын алып тастаймыз. Дұрыс піскен меренгінің үстінде осындай қатпар болады және іші жұмсақ болады. Енді осы меренгінің үстіне дайындап қойған кремімізді толықтай жағып шығамыз. Кремімізді тегістеп жағып шыққаннан кейін қалауларыңыз бойынша үстіне осындай жидек немесе кез келген жемісті салсаңыздар болады. Менде қатқан осындай малина. Негізі малина осы меренгі рулетіне өте керемет дәм береді және де тілгенде де әдемі көрінеді. Осылай тегістеп шықсаңыздар болады, немесе бірден орай беруге де болады. Орау әдісін осы видеода көрсетілгендей етіп қайталасаңыздар сәтті шығады. Яғни астындағы қағазын итере отырып, рулетті орайтын боламыз. Енді үстін әсемдейміз, бірақ бұл міндетті емес. Мен кремнің шетінен алып қалып, осылай әсемдеп шықтым. Осы кремнің үстіне өздеріңіз қалауыңыз бойынша шоколад сияқты түрлі нәрселер қоюға болады. Және де осы дайын болған меренгімізді 2-3 сағат тоңазытқышқа салып қоямыз. 2-3 сағат тоңазытқышта тұрғаннан кейін кремі сынып өте жұмсақ болады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіздер. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.